Ассалаумағалейкум көрермендер, қараңыздар, мына жақта гоночный машинаны Kia компаниясы арнайы жасап қойған. Былайша айтқанда мынау тюниковать етудің қажеті жоқ, өзі сондай халықтың сұранысына болу керек. Кажется, кішкене мынау неге жақын ғой, кішкене жарысып, мақтанып, керемет машина дағанға. Соған арнап Керей қаласы халқы осыны Kia Stinger машинасын ойлап тапқан. Дизайн жағы өте керемет, қып-қызыл түсті. Мынау түскен фаралардың өздерін қараңыздар, кәдімгідей. Каждый несінің өзі бір диодтар болсын, несі болсын, бөлек-бөлек көп кәдімгідей. Мынау жылы жаңарған сайын бірінен соң бірін таласып, не бір керемет машина ойлап тауып отыр. Мынау алды жағында да камерасы бар, енді бұлар енді. Енді мен мынау келесіп видеоны бастап кеттім. Дизайн шынырек. Вообще сөз айтуға сөз айта алмаймыз енді, артық ештеңе. Титаниксін қараңыздар, кәдімгідей. Енді мынау бағасы да қымбат. Енді бұл жалпы түсіре кетейін. Енді мынау қанша дегенмен Каяда машина көргеннен кейін түсіріп жүру керек осындай. Kia Stinger 3/3 объемы, тобы комплектациясы 2018 машинаға шынырек қанша мың? 40 мың километр жүрген. Сырт жағына әйші мынау есік ашылған кездегі царапиналар болмаса ешқандай не жоқ, әңгіме жоқ. Қараңыздар, не деген дизайн. Алдыңғы мынау Honda Sonata да видео түсіргенде де осындай машинаны түсірем деген едім. Мінекей мынау біздің лотто аукционда бар екен. Диодтар ғана былай ғана жағынан. Ал енді салонына отырайық. Енді бірінші отыруым енді бұл машинаға. Әшін сыртынан ғана көреміз. Міне память сиденья. Салонның өзі керемет қой, кәдімгідей. Мына жерде де мынау память сиденьясы қосылды. Қанша скорості кетіп бара жатқан сразу экранға шығады. Неге? Лавой стек қойған. Қараңыз, кәдімгідей қып-қызыл. Мынау алдыңғы бір видеода бар етін. Салон Мазерати машинасы болсын, одан кейін мынау Ягуар машинасы болсын, соған кішкене бір келтіріп жасаған мынау гоночный дизайн ғой. Соған арнап шығарған түрлері. Кәдімгідей керемет. Мынау мониторыңызды ішке кіретін болу керек. Енді кәсіпкер үшін бұлар бұндай жақсылықпен жасау қатты қиынға түспейді. Қараңыз, скорость салады. Алды арт жағында енді қосып көрейік ал. Енді объемы негізі көбінесе бұларды мен екіні көргенмін. 2 турбо. Енді 3/3 объемы негізі өте азақ. Енді ол шынырек кәдімгідей бір гоночный шымен. Енді мынау объем екілер қанша дегенмен мақта тартамауы мүмкін. Бірақ енді мынау панорамный люк. Панорамный сәшін люкі бар екен. Мұны не деген салон жап жаңа. Шекен кәдімгідей бұлақ арасында. Ал енді мына машина шынырек өзінің қарсыластарын жарысқан кезде жеңіп қоятын сияқты. Объем 3/3-тің өзі оңай емес, жақсы. Комплектациясын енді бұларда енді кішкенірек, бұларда барлық несі бар ғой. Мына мод драйв. Көріп тастайық. Кастом, спорт. Қайсы масат екен? Комфорт, эко, смарт. Барлық режим бар. Керек бізге қаланың ішіне жүретін осы эко, комфорт, спорт дегендер ғой. Ал не де жақсы екен. Жалпы шынырек мынау енді дизайны жағы болсын, салоны жағы болсын, сөз жоқ. Кәдімгідей керемет. Машинасын ТГЦ-де, колонканың. Енді кейінгі колонканың сыртқы дизайны осындай жақсы шығып жатыр ғой. Кәдімгі металл, алюминий. Подогрев сиденья
желдеткіші несі, кәдімгі дизайны, подогрев руль жақсы жасап болған. Салқындататын болсаң осылай, ысытатын болсаң осындай. Керемет емес па? Ыңғайлы. Мына беспроводный зарядка, телефон салып жібересіз, зарядтап береді. Жақсы. Енді бұл машинаның енді сөз жоқ. Ішкі салоны болсын, память сиденьі барлығы бар. Әңгіме жоқ ішінерік. Енді бір багажын көрейік. Қаншақты. Багажның өзі кәдімгідей хэтчбекке ұқсап кеткен кәдімгідей. Терезесі стеклосымен қоса. Багажы да кең. Запаскасы бар да. Жоқ, аккумулятор артында орналасқан екен. Орындықтар жатады екен ғой. Жатады кәдімгідей. Арт жаққа заттар салынады. Керемет. Ішінерге сөз жоқ. Багажда кең, дизайнда керемет, светі де керемет. Енді бұл машинаға ішінерек аяқ астынан ешкім таласпайтын шығар. GDI турбо мотор. Мына жаққа темірлі, алюминий. Енді мына соққыға қарсы ма өзі соны жасап қойған ғой. 3-3 объем болғаны керемет мотор мына жерде енді. Мұны енді мен жалпы машинаның Италиядағы машина, осындай машина бар екенінің бағасын, сыртқы комплектациясы болсын, сыртқы сарапинасы болсын, осы сол жағын таныстырам. Қалған машинаны толық ақпаратты сіздер YouTube-та қанша дегенмен мықты блогерлері бар. Жалпы машинаның сыртқы моторы болсын, жалпы толықтыра кететін. Солардан көресіздер. Енді жалпы мына жерде бағасы бір шамамен 3 миллион теңгеге жақын тұр ғой. 3 миллион теңгемен. Мына енді қатты адамдар таласа қоймауы да мүмкін. Себебі бағасы да кәсіпкерлер үшін кішкене қымбатырақ. Одан кейін бұл машина енді анда-санда өте жиі башқаны аз кезетін машина болғандықтан көп ешкім таласа қоймайды. Бұл машинаға негізі арнайы іздеп жүргендер алып кетпесе, ал көп қарапайым адамдар бұған талас жоқ. Сол себепті бұның бағасы 11 миллион 10 миллион 500 мың теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Ал енді бұл аукционда ойналмаса да, келесі аукционда ойнауы мүмкін. Алатын адамдар болса, бұл машина жақсылап сіздер YouTube-тан қараңыздар. Қаншақты керемет деген. Бағасын есептеңіздер, зерттеңіздер. Жақсы машина болатын болса, алып қалыңыздар. Біз сіздерге жеткізіп береміз.